Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 10-шы сабақтың тақырыбы. Қуыршағымның аты қарақат. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алайық. Қуыршақ, кукла, мысық, кошка, қоян, зайц, мәшине, машина, арыстан, лев, аю, медведь, күшік, щенок. Айтылым тапсырмасы, бірінші тапсырма, 29-шы бет. Сұраққа жауап бер. Сенің қандай ойыншығың бар? Үлгіге назар аударайық. Менің қуыршағым бар. Менің мысығым бар немесе жоқ. Точно так же пишем менің қояным бар или жоқ. Менің мәшинем бар немесе жоқ. Менің арыстаным бар немесе жоқ. Осылайша сөздерді, сөйлемдерді жазып шығамыз. Сұраққа толық жауап береміз. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сұраққа жауап береді 2 балл. Сөйлемдерді айту барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 3 балл. Жазылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 30-шы бет. Суретті пайдаланып, сөйлем құрап жаз. Мынау бізде аю, медведь. Менің аюым бар немесе жоқ. Сенің аюың бар немесе жоқ. Оның бар немесе жоқ. Суретті пайдаланып, сөйлемдерді толық жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Суретті пайдаланып, сөйлем құрастырады 3 балл. Орфографиялық нормаларды сақтап жазады 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.